Енді артқа күлін тағып алайық. Артта кішкентай жырақтың фабраттың шоқтары өздерінің светтермен тұрады. Көкте оң жаққа. Сарысын сол жаққа тастаймыз. Енді мынау сигнализацияға арналып тастап кеткен орын, бұл жайлы арналып түскен видеоларымыз бар, содан көре аласыздар. Енді алдыңғы жақтағы шырақтарын қоя бастайық. Мотоциклде бері қарай ыңғайлап тұрып алайық.
Zamoktың өзінің болттары бар мына секілді. Арты отверткамен болады. Bunun temizliğinde mынандай чаймен киілетін болттар бар ішінде.
екінші жағында подсос бар. Подсостың трубасы. Мына тоқты міндетті түрде тағыңыздар. Бұл мотоцикл тек нейтралкада тұрған кезде ғана завод болады. Скоростта тұрғанда завод болмайды. Соны контролдап тұратын бұл. Контролдап тұратын тоқсымы. Ал мынау алдыңғы тормозды басқан кезде тормоздың шырағы жанады. Соны контролдап тұратын тоқтар.